Мама, ертегі айтып берші. Балалар, ертегі тыңдағыларың келе ме? Жақын отырыңдар. Лайк басып, каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Керғұла атты Кендебай. Ертеде, ешкі құйрығы келтеде, Қаратаудың ойында, Қарасудың бойында Қазанғап деген бір кедей болыпты. Қазанғап құс атып күн көріпті. Әйелі аут оқып жамау жамайды екен. Осылай өз күндерін өздері көріп жүре беріпті. Күндердің бір күнінде Қазанғаптың әйелі жүкті болады. 9 ай 9 күн болғанда әйелі толғатып босанады. Торсық шеке әппақ ұл туады. Ата-анасы қуанып, төбелері көкке жетеді. Бала 6 жылда күшті жігіт болып өседі. Алысқанын алып ұра беріп, күрескенін жыға беріпті. Шыңырау құдыққа құлаған атандарды жалғыз өзі артып шығаратын көрінеді. Кейін келе аң аулап, әкесіне жәрдемдесіпті. Бара-бара құлан алыпты. Құралайдың көзінен тигізген мерген атаныпты. Үйіне арқар мен киікті, құлан мен маралды үйіп тастапты. Тіпті Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлерді түгел асырапты. Күндердің бір күні аң аулап жүрген Кендебай бір сұмдықты көреді. Қаратаудың ойында, терең құздың бойында арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, көкжалды құйрығынан ұстайды да бұрап лақтырып кеп жібереді. Қасқыр арс етіп жан тапсырады. Кендебай көкжал бөрінің терісін сыпырып алып, биенің қасына келеді. Жаралы бие жан таласып өлгелі жатыр екен. Кендебай көп ойланбастан алмас қанжарымен биенің қарнын жарып жіберіп, құлынын суырып алады. Бұл арыста еркек құлын болып шығады. Кендебай құлынды үйіне алып қайтып, оны құланның сүтімен асырайды. Құлын күн сайын емес, сағат сайын өседі. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шыға келеді. Оны түсіне қарай Керғұла деп атайды. Кендебай атты үйретіп мініп, түн қатып жүріп аң аулайды. Керғұла өсе келе, қуса жетіп, қашса құтылатын сәйгүлікке айналады. Аузымен құс түстеген ерен жүйрік болады. Кендебай Керғұланы құстай ұшырып, 6 қырдың ар жағынан қаша жөнелген құланды көзді ашып жұмғанша қуып жетіп, құйрығынан ұстайды екен. Осылай Кендебай аң аулап, ел аралап жүре беріпті. Өзі өте қайырымды екен. Жылағанды жұбатып, жатсынуды сүймепті. Ол жасына бүкіл ел ортақ болыпты. Керғұла атты Кендебай батыр атанып, әлемге аты шығыпты. Күндердің бір күні Кендебай аң аулап жүріп алысқа ұзап кетеді. Жолда қозы бағып жүрген бір баланы кездестіреді. Бала еңіреп жылап отыр. Кендебай қасына келіп, көзің жасты, көкірегің қайғылы, неткен жансың деп сұрайды. Баланың басы таз, киімі өрім-өрім екен. Ол ардақтаған анаң далса, төгілмей ме ырысың, асқар таудай әкең далса, көрген күнің құрысын деп жылап қоя береді. Не болды? Жөндеп айтшы деп Кендебай баланы жұбата сұрайды. Бала көзінің жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп алады да, былай деп жауап береді. Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір 6-ға шықтым. Елімізге жау тиіп, жылқы біткеннен тігерге тұяқ қалдырмай айдап кеткенне биыл 4-ші жыл болды. Әкем алып ұйқылы батыр еді. Ұзақ жортуылдан келгенде 6 күн қатарынан ұйықтайтын. Осындай бір ұйқыда жатқан әкемді сол жау әскері байлап әкетті. Ал арашаламақ болған шешемді олар алдына өңгеріп жөнеп берді. Мен болсам жетім қалдым. Ішерге асым, киерге киімім болмаған соң амалсыздан Тасқарабайдың қозысын бағып жүрмін. Арыдым,
Тоздым, ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, көңілімде қайғы. Мен әке-шешеме жылаймын, бай жылқысына жылайды. Қарағым, жылама. Мен әке-шешеңді іздеп тауып берейін дейді Кендебай. Бала қуанып кетеді. Ағатай, ниетіңізге рахмет. Енді менімен бірге жүріңіз. Біздің қойшылардың қасына 2-3 күн жатып тынығыңыз. Содан кейін аттанарсыз деп өтінеді. Кендебай келісіп, қойшылардың отырған орнына барып түседі. Қойшылар келгенше атып алған құландарын асып тамақ пісіреді. Кеш батады. Қойшылардың өрістен қойларын айдап қайтар кезі келеді. Бірақ бағанағы бала жоқ. Басқа қойшылар түгел оралған. Олар қойшы баланы әрі күтеді, бері күтеді, бірақ бала келе қоймайды. Шаршаған қойшылар тамақтарын ішіп жатып қалады. Кендебай да бір жерге қисая кетеді. Көзі енді ұйқыға бара бергенде ағылап, үхілеп бала қойшы келеді. Неге кешіктің? Деп сұрайды Кендебай. Жай, ішім ауырып қалды деп жауап береді бала. Таңертең бала әдетінше ойнап күліп, қозыларын өріске айдап әкетеді. Кеш батқанда кешегі оқиға қайталанып, бастыққа қойшылар оралады. Қойшы бала тағы жоқ. Бұл жолы оны іздеп Кендебайдың өзі шығады. Біраз күн жүрген соң, ес-түссіз талып жатқан жерінен баланы тауып алады да, қойшылардың отырған жеріне көтеріп әкеледі. Есін жиғаннан кейін одан мән жайды сұрайды. Бала жөнін айтпайды. Кендебай балаға қатты ашуланады. Оның ашуынан қорқып кеткен қойшы бала кешеден бері күн батқан кезде 6 аққу төбемнен айналып ұшады да, Кендебай сал мұнда ма, Керғұла аты қолда ма, баудан ұры балқи ма, балақ жүні шалқи ма деп сұрайды. Ал мен болсам, Кендебай сал мен едім, Керғұла атым қол деді, баудан ұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды деп жауап берген едім. Олар мені қанаттарымен қағып жығып кетті, мен талып қалдым деп жауап береді. 3-ші күні Кендебай қойшы баланың киімін киіп қой бағуға өзі шығады. Күн батып, қас қарайған кезде баяғы 6 аққу Кендебайдың төбесінен 6 айналып ұшып жақындап келеді де, Кендебай сал мұнда ма, Керғұла аты қолда ма, баудан ұры балқи ма, балақ жүні шалқи ма деп сұрайды. Керғұла атты Кендебай қойшы бала болып, баудан ұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды деп жауап береді. Сонда аққулар ашуланып, Кендебайды қанаттарымен сабай бастайды. Кендебай біреуінің аяғынан шап беріп ұстай алады. Аққулар ұша жөнеледі. Кендебайдың қолында сол аққудың алтын кебісі қалып қояды. Байқап қараса, кебістің бетінде жазу бар екен. Кендебай аққулардың оралуын бірнеше күн тағы күтеді. Бірақ олар келмейді. Енді Кендебай қойшылармен, баламен қоштасып, үйіне қайтады. Әке-шешесіне келіп болған оқиғаны түгел баяндайды. Жолға шығатынын ескертеді. Әкесі бас кезінде ашуланғанымен соңына таман келісіп, батасын береді. Кендебай ата-анасына 1 жылдық азықтарын дайындайды да, сауыт сайманын киіп, жау жарағын асынып, баяғы жетім баланың әке-шешесін іздеуге аттанады. Керғұла ат құстай ұшады, айлық жерді алтақ аттайды. Көз ұшындағы құстар қанатын жазып үлгергенше, Керғұла ат үстінен аттап өтіп кетеді. Теңізді шалшық, тауды қырат құрлы көрмейді. Осылай Кендебай күн жүреді, түн жүреді, апта жүреді, ай жүреді. Кенет алдынан аспанмен тірескен бір биік тау көрінеді. Тау етегіне келгенде Керғұлаға тіл бітіп сөйлейді. Достым, Кендебай, іздегенің алыста емес, екеуі де табылады. Мына таудан арассаң, ағып жатқан өзенді көресің. Өзен ортасында арал бар. Сол жерде адам перісінің ханы тұрады.
Сенің қолыңдағы алтын кебіс хан қызының кебісі. Ондағы жазу осыны білдіреді. Баяғы қойшы баланың әке-шешесі де ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыптаулы. Оның кілті адам баласы жете алмайтын терең дарияның түбінде жатыр. Таудың арғы бетінен сиыр бағып жүрген зор денелі бір адамды кездестіресің. Ол жорықта қолға түскен тұтқын. Қазір ханның құлы. Сен сол бақташыға бар да жолына жетерлік пұл бер. Оның киімін өзің ки. Өзіңнің киіміңді оған кигіз. Сөйтіп, әлгі адамды азат етте, өзің сиырды бағып қал. Ал қазір құйрығымнан бір тал қылды жұлып алып, мені қоя бер. Сауыт сайман, құрал жабдықтарыңды үстіме сал. Әзірге саған менің де, құралдың да керек жоқ. Егер қажетіңе жарап жатсам, құйрығымнан алған қылды тұтат. Сол кезде мен қасыңнан табылармын. Қалғанын барған соң көрерсің дейді. Кендебай Керғұла аттың бір тал қылын алып қалады. Оның айтқанының барлығын бұлжытпай орындайды. Жолына пұл беріп, бақташын азат етеді. Киімін киіп, сиырды өзі бағып қалады. Кешке жақын сиырларды өзеннен айдап өткізбек болады. Бірақ малдар суға түспей қояды. Ашуланып кеткен Кендебай сиырларды бір-бірлеп көтеріп лақтыра бастайды. Лақтырған сиырлары өзеннің ортасындағы аралаға топылдап түсіп жатады. Осының бәрін судың арғы жиегінде тұрған ханның қызы көріп, «Ой, оңбаған-ау, қырасың ғой малды, неге күндегідей айрылғырдың суы айрыл деп айтпайсың?» деп айғай салады. Қыздың сөзін естіген Кендебай, «Айрылғырдың суы айрыл» деп еді, өзеннің суы екіге айырылып, ортасынан жол шығады. Осы күннен бастап Кендебай мал бағып жүре береді. Бір күні ол хан отауының жанынан өтіп бара жатып, бүгін қара бие құлындайды. Бұл 9-шы құлындауы. Жылда ол туған құлын түнде жоқ болып кетеді. Сондықтан осы биені түнде өздерің күзетіңдер. Не болғанын көздерімен көріңдер деп балаларына айтқан ханның сөзін естиді. Кешке ханның екі баласы биені күзетуге кетеді. Кендебай да олардың артынан еріп отырып, сол араға барып жасырынады. Түн ортасы ауған шақ. Ханның балалары қорылдап ұйқыға басады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң біліне бастаған шақта бие алтын құйрықты, құндыз жүнді, арғымақ құлын туады. Осы кезде аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де құлынды көтеріп ап жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Бұл бұлтпен араласқан үлкен құс екен. Осы алып құс құлынды көтерген күйі көзден ғайып болады. Кендебайдың қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Алтын құйрықты қойнына салған Кендебай да біраз жатқаннан кейін ұйықтап кетеді. Ертесіне хан екі баласын шақырып алады. Не көргендерін сұрайды. Балалары, бие құлындаған да жоқ, еш нәрсе болған да жоқ деп жауап береді. Таң қалып отырған ханға есіктен кіріп келген Кендебай, «Дат тақсыр» дейді. «Датың болса айт» дейді хан. «Мен айтар болсам, екі балаңыздың айтып отырған өтірік. Бұларға көрінбей биені мен де күзеттім. Түн ортасы кезінде олар ұйықтап қалды. Таң алдында бие алтын құйрықты, құндыз жүнді құлын туды. Аспаннан бір бұлт түйіліп келді де оны көтеріп ала жөнелді. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен араласқан үлкен құс құлынды алып кетті. Құйрық менің қолымда қала берді деп баяндайды. Кендебайдың сөзін тыңдап болған хан, «Сенің айтып отырғаның рас болса, құйрық қайда?» деп сұрайды. «Тақсыр, сабыр етіңіз. Мен егер алтын құйрықты пайда көргім келген болса, сізге айтып нем бар? Міне» деп Кендебай құндыз жүнді құлынның алтын құйрығын қойнынан суырып алғанда, үйдің іші жарқырап кетеді.
Ханның балалары ұялып жерге қарайды. Қазір үшеуіңді жолға шығыңдар. Құсты, құлынды іздеп табыңдар. Бұйрығымды орындамасаңдар, менің маңайыма жоламаңдар, дейді хан ашуланып. Кендебай ханнан шығысымен өзеннен өтіп, құйрықтың қылын тұтатады. Керқұла ат алдынан шыға келеді. Кендебай құла атқа мініп, қару жарағын іледі. Сауытын киіп жөнеп береді. Бір жерге келгенде ат тоқтап Кендебайға: «Анау, жалын аспанға шығып жатқан от дариясы. Сенің барар жерің сол от дарияның ар жағында. Өзің іздеп шыққан ханның құлындары сол жерді мекен ететін самырық құс ұрлап әкеткен. Қазір көзіңді жұм, мен аш дегенше ашпа», дейді де ұша жөнеледі. Кендебай көзін жұмады. Екеуі ұша береді, жол жөнекей ыстық лепті, одан кейін ысылдаған желді сезеді. Талай уақыт өтеді. Бір кезде Керқұла аттың «Аш көзіңді» деген сөзін естиді. Кендебай көзін ашып, жан-жағына қараса, үлкен дарияның ортасындағы аралға келіп қонған екен. Жақын маңда алтын құйрықты 8 құлын, құйрығы жоқ бір құлын алтын науадан су ішіп тұр. Керқұла атқа тағы да тіл бітіп, аспанмен тірескен анау бәйтеректің басында самырық құстың ұясы бар. Ол 6 айда бір рет азық іздеп кетеді. 15 күнде қайта оралады. Қазір оның азық іздеуге кеткен кезі. Ұшып келуіне әлі 5-6 күндей бар. Біз осы құсқа жем болмас үшін 6 сағатта 6 айлық жолды жүріп өтуіміз керек. Менің үстіме мінде алтын науаны өңгір. Құлындар алтын науадан қалмай біздің соңымыздан еріп отырады. Бірақ бұл жолы құлындарды ертіп, бағанағы от дариясынан тікелей өте алмаймыз. Айналып жүруіміз керек. Біздің келердегі жолымыздан кетердегі жолымыз алыс болады. Алдымызда 3 бөгет бар. Әуелі 7 басты дәу кездеседі. Содан кейін ақырған арыстанға жолығамыз. Ең соңында жәдігөй кемпір алдымыздан шығады. Уақыт оздырмай жүрейік, дейді. Кендебай алтын науаны Керқұлаға өңгеріп алып жөнеліп береді. Барлық құлын оның соңынан ереді. Бір уақытта алдарынан бір үлкен тау көрінеді. Бұл 7 басты дәу еді. Дәу теңселіп, бұларға қарай жақындап келеді. Кендебай алтын науаны жерге қояды да, құлындар науаға иіріліп тұра қалады. Ал қолына 100 батпан шоқпарын алған батыр Керқұлаға отырып, дәуге қарай шаба жөнеледі. Көзді ашып жұмғанша дәудің жанынан ағып өтіп бара жатқан Кендебай шоқпарымен оның басын қойып қалады. Дәудің бір басы ұшып түседі. Кейін қарай шауып тағы салып өткенде екінші басы ұшып кетеді. Осылай ерсілі қарсылы 7 өтіп, 7 рет соққанда 7 басы бірдей ұшады. Дәу төңгерле құлайды. Кендебай дәудің көзін ойып, қоржынға салып алады. Қайтып келіп алтын науаны алдына өңгеріп, құлындарын ертіп жүріп кетеді. Екпініне шаң ілеспейді. Әйт дегенде 6 қырдан бір-ақ асады. Керқұла ат зымырап келеді. Бір кезде алыстан арыстанның ақырған дауысы естіледі. Кендебай Керқұланы құлындардың қасына қаңтарып тастап, дауыс шыққан жаққа жаяу жүре береді. Ілгері 2-3 аттағанда бір леп Кендебайды тартып ала жөнеледі. Батыр арыстанның апандай аузын көреді. Оны тартып бара жатқан соның леп екен. Кендебай 6 құлаш алмас қылышын көлденең ұстай қояды. Алмас қылыш арыстанды 2-ге бөледі. Кендебай өлген арыстанның терісін сыпырып алып, қоржынына салады да жолын әрі қарай жалғастырады. Талай белес, талай таулар артта бұлдырап қалды. Бір кезде жер дүниені қап-қара тұман басады. Тек алтын құйрықтардың сәулесі ғана бұлардың жолдарын жарық етіп көрсетіп тұр. Сол екі арада қараңғылық серпіледі де, сылаңдаған бір сұлу қыз шыға келеді.
Кендебай атынан түсіп қызға қарсы жүреді. Қыз батырдың бетіне тесіле қарап, ұзақ жүріп шаршаған шығарсыз, ордама жүріп тынығып кетіңіз, дейді майысып. Бұл қыздың жәдігөй кемпір екенін, оның ордасына кірген кісі кері шықпайтын Керқұлат ескерткен. Шаршағаным рас, демалуға қарсы емеспін, жол бастаңыз, дейді Кендебай батыр. Қыз алға түсіп аяңдай бергенде Кендебай қылышын сермеп кеп қалады. Ал мас қылыштан от жарқ ете түседі. Осы кезде жарық дүниені тағы да тұман басады. Тұман ашылғанда қыздың орнында екі бөлінген жәдігөй кемпір жатады. Кендебай батыр кемпірдің басын кесіп, оны да қоржынына салып алады. Бұл кемпірдің қарамағындағы жерден ұшқан құс, жүгірген аң өте алмайтын. Жәдігөй кемпірдің өлгенін қазір ешкім білмейді. Осы жерге 3-4 күн демалайық, дейді Керқұлат. Кендебай сол арада 3-4 күн тынығады. Кемпірдің бар асыл қазынасын жинап алады. Сонан соң алдына алтын науаны өңгеріп, алтын құйрықты құлындарын ертіп, Керқұлатты Кендебай аман есен ханның үйіне жетеді. Хан құлындарының табылғанына қуанып, халқына үлкен той жасайды. Ал мойындары ырғайдай, сирақтары шидей болып азып тозған ханның екі баласы тойдың үстінен түседі. Хан Кендебайды төрге отырғызып, аты жөнін сұрайды. Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өз атым Кендебай, ел мені Керқұлатты Кендебай деп атайды. Сіздің еліңізге ерігіп келгенім жоқ. Екі бірдей жоқ іздеп жүрмін. Рұқсат болса айтайын, дейді Кендебай. Айт балам, дейді хан. Бұдан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізді шауып, малымызды айдап, қолға түскен батырымызды байлап алып кетіпті. Сол батырды босатып әкетпек болып келдім. Бұл бірінші. Екінші жоғым бір күні малда жүргенімде аспандап ұшқан 6 аққуды көрдім. Аққулардың біреуінің алтын кебісі менің қолымда қалды. Сол алтын кебістің иесі сіздің елде, дейді. Соны табыс еткелі келдім, деп Кендебай алтын кебісті ханға ұсыныпты. Хан: дұрыс балам, еліңнің малын айдатып, батырын байлатып алдырғаным рас. Мергенбай батыр мен оның әйелі зынданда жатыр. Мен Мергенбай батырға маған қызмет етсең босатам деп елші жіберіп едім, ол қасарысып, жауыма қызмет істемеймін. Менің қол аяғымды босатсын, содан кейін сөйлесеміз деп жауап беріпті. Оны босатуға қорықтық. Сондағы мақсатымыз сені қолға түсіреді. Сенің атағың бізге де мәлім. Өзіңді алдыртып, жыл сайын құлымнымды ұрлайтын қарағұсқа жұмсамақ едім. Намысы болса іздеп келер деп еліңді шауып, батырыңды байлатып алдыртқаным да сондықтан. Одан кейін 2 жылдай келмедің. 6 қызым сені іздеп барған болатын. Бұл менің кіші қызымның кебісі. Ал енді сенің алдыңа қоятын тағы бір шартым бар. Дүниеде 7 басты дәу, ақырған арыстан және жәдігөй кемпір бар. Үшеуінің адам баласына жасаған қиянатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Осыларды өлтіріп, бастарын алып кел. Осы шартымды орындасаң, батырыңды босатамын, малыңды өзіңе қайтарамын. Кіші қызымды беріп, күйеу етемін, дейді. Кендебай атының қанжығасындағы қоржынын алып келеді. Арыстанның терісін, кемпірдің басын, 7 дәудің көздерін ханның алдына тастайды. Разы болған хан зынданда жатқан Мергенбай мен әйелін, қолға түскен басқа адамдарды да азат етеді. Шауып алған малын қайтарып береді. Кіші қызын Кендебайға қосады. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасайды. Көп сыйлықтар беріп, Кендебайды қызымен бірге еліне аттандырады. Батыр айдап келген малын иелеріне табыс етеді. Осылай ата-анасына қосылып, бала қуаныпты. Баласына қосылып, ата-ана қуаныпты. Халқы үлкен той думан жасапты. Кендебай тұрғанда, оның еліне ешбір жау тиісе алмайтын болыпты.
Бұл ел Керқұла атты Кендебай батырдың елі атаныпты. Ал балалар, батырлар туралы ертегі ұнады ма? Тағы да ертегі тыңдағыларың келсе, каналға жазылып, қоңыраушаны басып, жаңалықтар күтіңдер. Сендерді алда тағы да қызықты ертегілер күтеді.